Selam sizlerle birge Yernadeş. Bugün biz War Robots oynayımız. 3. bölüm. 3. bölüm oynayımız. Bugün GTA San Andreas aldığında GTA San Andreas yazayım dedim, biraz çıkan yok. Келін тәрбиелеп, немере бағуға арнағысы келеді. Сахнаның сәніне айналған әншінің ендігі арманы бірер секундтан соң. Біздің тағдырымыз солай болды. Ол кезде әлі түсінді. Мындай робот болсам енді. Әкенің орнына әке болу керек, ер азаматтың орнына ер азамат болу керек, аға болу керек, мамаға тірек болу керек. Мен әлі күнге дейін мысалы қиын кездерде әлемін ақылдасын. Әлі қалай өресін естейміз деп. Үй таңдағанның өзінде де мысалы biz bұрынғы үйімізден көшіп жаңа үйге қазір жаңа үйде отырмыз ғой. Осы үйде айтқанда анау жерде тұрамыз дейді. Осы жер жақсы деп маған көрсетіп, маған шындығы сапасы, үйдің айналасы ерекше ұнады, сосын тазалық. Әлемнің өзінің несі бар, графигі бар. Күнгі төртте ұшып жатады, самолеттен қайтып келіп жатады. Сол кезде мен ойладым, әлі де ойлағанша көшкідеміз, маған мазасымен мен бөлек тұрсам. Ол шеттетілді. Ben Türkçe'yi açacağım. Yes, nice. Wow, kaçam diyorum biz. Normal. Robot açlısı жақсы. Уик. Успела такая же. Наш хомбо. Но все жақсы чит болады да. Мына жоғарыда тұрған. Келіндеріме де үйретуден жалықпаймын дейді ол. Болашақта ең бірінші екеуіне де бірге көмекші болуым керек. Себебі жалпы немеренің өсіруде Привоз. ерекше соған өзің уақытын бөлу керек. Балабақшаға апарасың, одан мектепке апарасың. Arkada ne? Oo.
Bizim buradan. Yok şunu. Ağzına. Oo. Kötü. Oturma. Aa. Patronlar kıskıtır. Ne yapıyorsun? Benim robotum mu? Mafya. Mafya. Sen benim robotumda kalma. Patrisi dikkat. Al. Kasoy. Yesus. Benim pasti yedim. Hadi. Söylesin. Yaşkına. Tabii de milyon. Yoşkino. Atılın dostlar. Birinci rez atıldı. Robotlarım gitse de hızlı atılmayın. Dostlar, osымен бүгін біз видеоны аяқтаймыз. Сізбен бірге болған ернәтіздер. Сау болыңыздар.